Армысыздар достар, армысыздар барша жайдарман сүйер қауым, барша теле көрермендер. Республикалық сырелі бірінші лига жайдарман сайыстары өз жалғасын табуда. Екінші топ бар жанарды жаулаған жайдарман ашық. Республикалық сырелі бірінші лига жайдарман сайыстарының ширек финалдық кезеңдері. Екінші топ үздік 5 бірдей команда сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін болады. Олай болса, сол командаларға әділ бағасын беретін қазылар алқасымен таныс болсаңыздар. Құрамында Алматы қалалық жайдарман филиалының директоры Құлымбет Оңдасын. Қазақстан КВН одағы Республикалық жастар қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры, бүгінгі ойынның бас редакторы деп айтсақ та болады, Елжанов Рүстем. Қызылорда қаласында өтіп жатырған облыстық республикалық деңгейдегі жайдарман сайыстарының қолдаушы сыр үміті жастар қауымдастығының атқарушы директоры Талғат Тілес. Құрметті қазылар алқасы, жоғары ұпай 5 ұпай сәлемдесу форматында өтеді. 5 бірдей команда, үздік 3 бірдей команда жартылай финалға жолдама табыстайтын боласыздар. Және де бүгінгі сәлемдесуімізді бастайтын арнайы Қызылорда қаласында жайдарман академиясының түлектері қазіргі таңда Қызылорда жастары құрамасы командасы. When you were everything for me. 2019 Алматы 2020 тағы да бірде Алматы ал енді 2021 ал келіңдер жігіттер ойнай қайырлы күн Қызылорда. Әлібеға өзіңіз тәрбиелеген шәкірттеріңіз өсті. Біз биыл чемпион боламыз. Өзінің желесіне береді деген ұғымды қолға алайық. Енді қайттан біз чемпион боламыз. Болады шығармыз. Жіттер, жайдарман деген темада алсақ, биыл байқадыңдар ма, бәрі Инстаграмда Түркістан салып кетті. Түркістанда бар Венеция, бізде де бар. Түркістанда жеттеген қайық жүрсе, бізде Леверікте сиырлар жүреді кәдімгі. Одан кейін Венеция ояқта жеттен кейін ашылса, бізде жеттенге Леверікте сет тартады. Ай, мұна Түркістан деп атсыңдар ғой. Айтпақшысың алдындағы Түркістанда қызың не қылдың? Досым, кейін айттерім ол, ұзақ әңгіме. Айта беріңіз жерде. Ошым Қызылордадан Түркістанға бардым, қызыма сөз салдым, шығарып салдым да Қызылордадан обратно қайттым. Қай жер ұзақ мынаны? Түркістан мен Қызылорданың арасы 300 километр. Жақын баса. Жіктер, ана Челобек Паук дейсіңдер ма? Не болыпты? Кепті ғой. Ендеше Қызылорда жастары келді. Кетті. Geldi. Сонымен көреміз прямой эфирде отқан жылан. Шүкір, өзің қалайсың? Привет, Альбина. Наусыңыз? Өзінің халқын ақымақ санайтын әкім. Мынау 70 миллион теңге қағайды бада дейсің. Мен айтып берейін, міне. Сендерге тақ мәдениет үйін салып берін. Мәдениет үйін. Беті этажный дом салып берін. Дом салып берін. Тағы не салып берін? Жол. Қазіргі таңда неше түрлі тренингтер бар. Сонымен көреміз, мыңқауларға арналған тренинг. Сендер неге сөйлей аласыңдар? Ұрлықшылар отбасы магазинде. Мама, шоколад берші. Алдым. Баршамыз білеміз, жер 7 күнде жаралған. Сонымен көреміз, 6-шы күні кешке жерді қазақтар жаратса. Давай, жіктер, ертең ашылу, еще жалғаспен асик жүргізді дейді. Давай, ұста досым. Сіздермен бірге болған Қызылорда жастары. Болашақ Қызылорда құрамасы. Рахмет. Қызылорда мекенім, туып өскен жерім, жаңадан
Қызылорда жастар құрамасы арнайы үйдегі ата аналарына алғыстарын білдіреді екен. Ары қарай сәлемдесуімізді жалғаймыз. Шымкент қаласы Мұхтар Әуезов атындағы университеттен келіп отырған саяхатшы Дара командасы. Саяхатшы Дара дегенге шорти майк мен шығады деп ойладыңыздар ма? Майк жоқ. Киюге де желание жоқ. Қуанышта да жоқ. Сендеш? Менде бар. Не бар? Кейбір қазақ қыздарының бойында жоқ қасиеттер бар. Қандай? Ар бар, ұят бар, намыс бар және кредитсіз алған айфоным бар. Бұл жібек. Жібек мәдениет танушы. Қазақтың салт дәстүрін жітік меңгерген. Жібек сөйлеген сөзін аяғын іс-қимылмен білдіреді. Белі бүкір, алысқа түфу. Біз Шымкент қаласынан келдік. Яғни біз қаланың ұл қыздарымыз. Құмай, біз бәріміз ауылдан шыққанбыз. Құма, бәріміз анадан шыққанбыз. Бұл Бану, мамандығы филолог. Яғни бұл Бану, мамандығы филолог. Бұның аяқ киім тазалығына қарағанда, тілдің тазалығына өте қатты қарайды. Не айтып жатсың? Ол қуаныш. Керісінше айтқанда, шыналық. Қуаныш етікші. Ол тіл тазалығынан көрі аяқ киім тазалығына қатты қарайды. Тоқташ. Немене бағанадан бері біздің есімдерімізді атап тиісіп жатсың? Не, біз саған тиісе алмаймыз ба? Бұл Рамазан. Рамазан. Рамазан дегенмен ойнауға болмайды екен. Саяхатшы Дара, саяхатымызды Қызылордадан бастаймыз. Қайырлы күн достар, тамашалаймыз өте Палиба мұғалім. Саламатсыздар ма оқушылар? Так, бүгінгі сабақта. Тығылдар, күйеуім келді. Ая көзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым. Бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанар. Жалғастырамыз, мектеп бітірмей жатып тұрмысқа шығып кеткен қыздың тойында тілек айтып тұрған класстастары. Ал Айжан, Бақытжан Жезде, тойларыңыз құтты болсын. Бақытты болыңыздар. Біз осы 10-ші класты бітіреміз дегенше, балалы, шағалы болыңыздар. Ал Айжан, Бақытжан Жезде, тойларыңыз құтты болсын. Айжан бірінші тұрмысқа шығады деп ойлаған жоқпыз. Енді кезінде мектепте шаш талбырап, тырнағы өшіретін еді. Сондай қыздар бірінші шығып кетеді екен ғой. Енді сөздің кезегін классымыздың старшысы Бануға беремін. Айжан, жаным, Бақытжан Жезде, тойларыңыз құтты болсын, бақытты болыңыздар. Мынау сіздердің тойларыңызға соңғы информатика сабағына қаш келіп отырық барлығымыз енді. Не дейміз, бақытты болыңыздар. Мынау сіздердің тойларыңызға сынып фондынан 1300 теңге жинап келдік. Оны өз перзенттің ақшасы ғой. Не дейміз енді, бақытты болыңыздар. Сосын Бақытжан Жезде, сізге бір өтініш бар еді. Дүйсенбі күні таңғы сағат 9-да Айжан жібересіз ба? Просто кезек жатта қатса. Сіздермен бірге болған Жайдарман сахнасына саяхаттауға келген саяхатшы Дара командасы. Кездескенше. Дара, сен Дара, жүректе өзің ғана. Саяхатшы Дара командасы Мұхтар Әуезов атындағы университет ректоры Қожамжарова Дария Пернеш қызына өз алғыстарын білдіреді. Ары қарай Қазақстан КВН одағы Республикалық жастар қоғамдық бірлестігі республикалық деңгейде бірінші лига жайдарман сайыстарын жоғары деңгейде өткізуіне қолдау білдіріп жатырған Жас отан жастар қанатына, облыстық жастар ресурстық орталығына және де Сыр үміті жастар қауымдастығына алғыстарын білдіреді. Ары қарай сәлемдесуіміз жалғаймыз. Келесі сәлемдесу өте жас болса да биік белестерге жоғары республикалық деңгейдегі түрлі жобаларда өнер көрсеткен чемпион атанған жас команда. Алдарыңызда Байқоңыр қаласы бір үйдің балалары командасы. Әкеміздің жақсы өрт өлімі шықтық. Армысың Қызылорда? Бай болсаң балам. Осы не істейміз енді? Үндемесе. Жайдарманды сағындық, көрермен сағындық, Әліби ағаны сағындық қой. Қараңдаршы, секінді я.
қап-қара ғой. Мен Әлби ағаны Есен ата ұқсатам. Қалай сонда? Екеуді жүргізуші, екеуді көнен көзі ғой. Екеуінде жасы келген, ә? Бірақ тәрі бермейді. Жас қой, ә? Қыздар бұлай жағымпаз онға болмайды. Бұл бірінші лига. Бұл жақта барлығы басқаша. Бұл жақта секіріп жүріп ойнау керекке. Сосын менде нандай білер тұрыншы. Сізбен танысам бола ма? Менің атым Айсони. Менің атым Жанерке. Өте қуаныштымын. Қыздар, бұлай болмайды. Біздің қарсыластарымыз өте мықты. Әр қаладан, әр облыстан келіп жатыр. Мама, мен қорқам. Тәте, қорқпаңыз. Мықты болса неге жоғарғы лигада ойнамайды? Дұрыс айтасың. Олар біз сияқты 5 жыл мектеп лигасын ойнаған жоқ. Дұрыс айтасыңдар. Бұлайша айтқанда басқа командалар әліппені оқымай ана тілін оқуға келген сияқты болып тұр. Айтпақшы, біздің әліппеміз мектеп оқуына қайта оралды. Бірінші саяси әзіліңіз құтты болсын. Не істеп жатсыңдар? Мына сырттарыңнан қарап тұрсам, Сосын, сол сырттарыңнан қарап тұрғам. әке қойсаңыздаршы. Сосын ана бетіңізге неге бағансыз? Ой, кеше балдарымен қыдырып едім ғой. Сонымен мамаларыңа қарауға бет жоқ. Сонымен қара бет болмайын деп киіп алғам ғой. Әке сөйт ұстамай жатыр ма не? Патроқсын ашып жатыр едім ғой. Енші Жандарбек Бекшинді сөзімен бастаймыз. Наконец-то бірінші лига кеттік. Емханада болған жағдай. Саламатсыз ба, не үшін келдіңіз, айта беріңіз. Вакцина қаяқта салып жатыр. Үйде болған жағдай. Жина, не істеп жатсың? Басай бермеші, сыпырып жатсың. Не істеп жатсыз? Барып айнақа жатсаңызшы. Адам жинап жатқанда жатқан ес? Ой, жатқызбайсыңдар ғой сендер ше. Шелектеріңді алсаңдаршы. Сен не істеп жүрсің? Жинап жатқан жоқсың. Әке тұрмышында сыпырып жатырмын ғой. Ой, не болып жатыр мынау? Не бардак мынау, а? Енді мама жұмыстан келе жатыр ғой. Құрметті достар, кезінде қайғылық жағдайда қанға күймен жеткізген. Сонымен өзін екі алған бала күймен жеткізіп отыр. Түсіндім. Екі алған екенсің ғой қызым, я? Әке, күйімнен біліп қойдыңыз ба? Жоқ, жаңа класс жетекшіңіз звондаған. Бұл қалай, қолым жетпей тұрғандай, сені жаным періште қып мені пенде қойғандай. Бұл қалай, айтқанымды тыңдамай, періште қыз әуре қылғандай. Сіздермен болған әкеміздің қабырғасын жаратылып, анамыздың табанының астына жұмақтың кілтін көретін бір үйдің балалар кезгенше. Бір үйдің балдары командасы Байқоңыр қаласындағы барша кәсіпкер ағаларына және де арнайы Биали спорт кешенінің басшысы жеке кәсіпкер Асхат Шаукенбаев мырзаға және де жеке кәсіпкер Ермаханов Қайрат мырзаларға өз алғыстарын білдіреді. Ары қарай сәлемдесуімізді жалғаймыз. Түркістаннан келіп отырған жігіттер Мақтаарал ауданы Еркінабад ауылы, Еркінабад құрамасы. Осы өлеңді айтқан адам біздің класстас.
кезінде біз жайдарма ойынына бастап жүрген кезде бала бізге айтатын еді, өлең айтайыншы деп. Менсінбейді ол кезде баламыз. Қазір деген тиктокқа түсіп, көтеріліп, бізді менсінбей кетті бала. Көтеріліп қақа барады дейсің, ары кетсе бір астарлы ақиқаттан шығатын шығар. Астарлы ақиқаттан да аспаратса бір инстаграмнан қойшы бала деген аккаунт ашып, ары кетсе блогер болып кететін шығар. О, пішім классасыңызды көре алмайды екенсіз да? Ассалаумағалейкум Қызылорда. Жақсы адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарым. Ей, рахмет айналай, музыканы жақсы адам болмасақ та, жақсы адамдарым дейін әммен шығарып отыр. Байқадыңдар ма? Или сахнада отқан адамдарға қойыпты маған. Сахнада отқан адамдарға қараш, қандай жақсы адамдар, премьер күн чемпиондар отыр. Жеки шаңырақты балдар отыр, бірінші орынмен легенда ұқсап кәдімгідей. Оңай емес жігіттері. Жалпы бәрі жақсы адамдар отыр да, сәлем жақсым. Жақсылар емес, бұлар енелендер ғой. Ененен деген емес, бұлар пантералар ғой. Пантералар емес, бұлар жүрекшелер ғой. Тоқтатшы, не қылдыңдар бұл кісілерді өзі? Білмеймін ғой, біз блогерлер адам құрлы көрмейтін болды ғой. Абаге, осы соңғы жылдар байқап жүрмін. Қызылорда облысының жайдарман ойындарынан шығамай қаппыз кәдімгі. 3 жыл болды ғой, келеміз жартылай финал. Жігіттер, негізі 3 жыл оған байланысты емес екен негізі. 5 жыл болма, 10 жыл болма оған байланысты емес. Дайындық мықты болу керек, сценарий мықты болу керек, кейін қатты ойнату керек қой. Серік Ибрагимов пен Асухан Дүкенбаевты көрдіңдер ма? Сол кісілер ұқсап қатты ойнату керек. Олар не ойнатып өтпеге? Көрмендер ма? Қазір тиктокты, инстаграмда ашып қалсан сол кісілер ғой, кәдімгідей екеуі кәдімгі Конор мен Хабиб ұқсап төбелесіп жүр ғой. Көрмендер ма? Жо, бәге көрмеді. Біздің ауылда сет ес ұстайды кәдімгі. Ес ұстайды? Не ауылдың Ержан братан ұстап отыр ма не? Қайттан полуфинал ма не братан? Ей, алыпса, полуфинал деп папка миынан алыпса, сен не біртүрлеп тұрсың жаңағы бер? Мен ауырттым. Ауырттырым естеді ғой, маңызды ойынға келген кезде бір нәтижеге жетейік деген кезде ауырып қалады, басым ауырды, анжетім ауырды деп. Қойыңдар ондайды. Мен мысалы басымнан аяғына дейін тексерілетін болсақ, менен кемі 3 ауру шығады жігіттер. Менің өзімнен 3-4 ауру шығады ғой. Менің өзімнен бір сүбелі 4-5 ауру бар кәдімгі. Ошым сахнада дені соғырын бір тұрған жоқ қазір. Ендеше маскаларыңызды сәл түсіріп отыра беріңіздер, сахнада жасып аймақтың балдары кетті. Айғада барам ей, жұлдыздай жанам ей, күнде сен күн болсаң, қасыңда қалам ей. Көреміздер, ауылда өздері жұмыс жасамайды, не қалаға кетпеген ағаларымыз кешке дүкенде. Самат сәпше, қалай сана кован беріңізші маған өтініш. Кован берін, семішке ішінде тұр ғой, я? Кейін қарыз дәптерге жазып қоясаңыз әпше, болды, рахмет. Інім, бұның бәрі неге керек өзі? Сол жұмыс жоқ, балдар болып, үкімет жамандайын деп отыр ғой. Айғада барам ей, жұлдыздай жанам ей, күнде. Көреміздер, ютубтағы танымал жома 40 сұрақ бағдарламасы Ауғанстанда түсірілсе. Аға енді мұнау, жаныңызда өзіңізбен үнемі ұстап жүретін бір 3 затыңыз айта кетсеңіз. Қапанша ұстап жүрем, жанымда үнемі. Граната ұстап жүрем, сосын кейін айфон зарядчик. Көңілің кең диапазондай фортепианоның үнін. Құрметті достар, бұл идея әлі тірі. Сонымен рекетир фильміндегі Саянның құлағы естімейтін болса. Саян жанайын, Саян. Көңілің кең диапазондай фортепианоның үнін көрген. Құрметті достар, ойын сонында ақиқат. Жалпы біздің Қазақстанда бір ғана банда. Ол қазақи пропаганда. 5000 қалтамда, сенің қаланда, шайхавада орнында. Ирина Қайратқызы. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Еркінабад құрамасы. Жайнаған гүліміз өнердің. Еркінабад құрамасы арнайы Түркістан облысы Мақтаарал ауданының әкімі Бақыт Асанов мырзаға өз алғыстарын білдіреді. Арғарай соңғы сәлемдесу екінші топты тәмамдайтын Орал қаласы Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университеті Европолюс командасы. Назар, атаңа ұқса деп аттан қойған атың бар. Батырдың ұрпағы шын айтуға хақың бар. Сыбырлар құлаққа, іштегі сол бір ой. Халық жауы ғой кешегі бұл күнде де. Жайдарман тарихында
Европаның намысын қорғайтын жалғыз команда. Армысың Азия. Жұрғадай күмбірлеген күйге бала кел бойжеткен биле. Исақа сен қуасың ба? Өзің көріп тұрсың ғой. Қаяқтың Европасы? Сен кәдімгі жаңғалан баласы емессің ба? Мирас, сен білмейсің ба не? Мына жайықтың ар жағында жатқан жерлердің бәрі Европаның құрамына кіреді. Мына Жәнібек, Казталовка, Жаңғала, осы ауылдардың арқасында біз УЕФА-дамыз. Сонда біз европейспіз бәне? Сонда біз европейспіз бәне? Біз таза европейспіз. Әсук, сен өзің европейцы екенін білдің ба? Yes, I go to Arai City, бір татта, бро. Кетшім, қуып тұр, но? Жігіттер, сендер не көрсетіпсіңдер? Білесіңдер ме, бүгінгі ойынға Европаның беделді саясаткері Ангела Меркель біз үшін тақым қысып отыр. Килиан Мбаппені өзі кеше сәттілік жеге деп историясын салып болған жоқ па? Осыдан білгі от біздің таза Европалық екенімізді. Жігіттер, онда Европадан келіп тұрсақ, Европаның бүкіл минустарын айтайық. Мысалы, жолдардың нашар екенін айтайық Европаның. Жолдары жақсы ғой Европаның. Жоқ, базар жоқ. Жақсы ғой жолдары Европаның. Жоқ, базар жоқ. Брюссельден Гамбургқа дейін жақсы кетасың. Жәнібектен бері қарай быт шыт қой. Мен өзім ойлаймын да, сонда Европаның әкімдері қайда қарап отыр? Европада әкім болмайды ғой. Қуасың ба, керісінше бұрынғы әкімдердің бәрі Европада емес пе? Молодец, братан. Политик дейсің ғой. ЗТВ газетті күнде қарай кете. Братан, мен өзім ойлаймын да, мысалға біз Европадан келіп тұрсақ, біз ЛГБТ-ні қолдаймыз или қолдамаймыз? Асыл, саған қалай түсінсем екен? Базар жоқ, Брюссельден Гамбургқа дейін қолдайды. Жәнібектен бері қарай бытшын шығарады ғой. Жігіттер, мен осы қазақ футболшыларына таң қалам бар ғой. Неге? Евроклубтарда ойнағысы келеді. Ойнай алмайды бірақ. Солар неге біздің ақ жаққа келмейді екен? Біздің ақ жақ европейский клуб қой. Ендеше Сер Алекс Фергюсонның ақ батасын алып келіп тұрған европалықтар біз жалғастырамыз. Жұрғадай күмбірлеген күйге ойнайды жанарлардай, жан жайнайды жанардан. Құрметті достар, балалық шағымызда суға түсуге барғанда осындай қызықтар болған шығар. Жүзшеш, алға екі қолын лақтырып жүзшеш. Осылай ма? Осылай міне. Ал енді жайлап жіберем ал. Қуасың ба, жібермей қорқам. Жіберем дейм. Батып кетем ғой. Папа үйреніп кетесің дейм, нормально. Сонымен көреміз, көп қырынып қалған ағамыз тойда тілек айту үстінде. Мына Мұрат, Айгүл, тойларың құтты болсын. Енді мен көп сөзге жоқ, әйелім сөйлесін енді. Немен не айтам енді басқа? Ойнайды жанарлардай, жан жайнайды жанардан. Ән соғып күліп біз қарағанда. Біздің Европадағы отырыстар осылай өтеді. I love it, look so baby. I love it, look so baby. Иначе to me like a pip. Сонымен көреміз достар, өз районында ерсі жүретін братан. Қалай алында үйден ерте қайтып кетіпсіңдер ғой вечерден да? Неге үйтіп қайтып? Мирас браттан келді тұр. Қалайсыңдар? Мирас браттан. Оликасы, брачка, оликасы, брачка. Что-то мескендер мені ескерткішім салып бітірдіңдер ме? Бітіп қалды былай, құттай қалды ғой. Сю. Бүгін Әсөктің сменісі ме не, брат? Әсөк. Кешке ночь өзің ғой ескен, кешікпе? Мен шыға алмаймын, брат. Неге? Вечер мен дейді. Орынма мені бала алып келдің ғой, қарашы. Қайсы көрейін. Қалай, брат? Ой, брачка бармайды, кешке өзің шығасың, жоқ. Рахмет. Мына жалпы құрметті достар, ойынымыздың батында біздер Европадан, сіздер Азиядан дегенмен барлығымыз бір материктамыз. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Жаңгірхан университеті Европолис Орал. Рахмет, Қызылорда.
бір шыққан жерді ұмытпа, адам бол түп негізіңді ұмытпа, өз өзіңді құнытпа, кеше бүгін ертең. Европолис командасы Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің ректоры Наметов Асқар Мырзахметұлына өз алғыстарын білдіреді. Құрметті көрермендер, құрметті қазылар алқасы, екінші топ үздік бестік сіздердің алдарыңызда өнер көрсетті. Енді сол командаларға деген бір ауыз өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірсеңіздер, алғашы болып оңдас өзіңіз. Жалпы екінші топтың ойынын салыстырмалы түрде айтқанда, бірінші топ қарағанда жақсы командалар көп екен. Екінші топтың командаларының арасында енді жартылай финалға жолдама алатын командаларға айтарым барынша бір ерекшеленетін, жаңа бір былайша айтқанда КВН-шіктердің тілімен айтқанда бір ход па, бір дүние іздесеңіздер. Өзгешелік. Өзгешелік. Иә, өйткені әзіл жаза аласыздар, барлықтарыңыз әзіл ойната аласыздар, бірақ соңында келгенде есте қалатын нәрсе керек болады. Үйге барғанда біз сіздердің әзілдеріңізді еске түсіре алмаймыз. Сіздердің бір стильдеріңізді, ерекшеліктеріңізді ғана еске аламыз. Сондықтан да қазірден бастап жаңаша бір бағыт, стиль, бір өзгешелік енгізуге тырысыңыздар. Сонда ғана алдағы уақытта көптеген командалардың арасынан суырылып, көзге түсіп, ерекшеленетін сондай бір жақсы команда болып шығасыздар. Жалпы рахмет, екінші топтың командалары жақсы екен, сәттілік. Рахмет. Арғарай, Талғат Мырза, бүгінгі ойын жайында пікіріңіз. Барлық қатысқан командаларға үлкен алғыс біріншіден. Екіншіден, мен жаңа бірінші топқа байланысты да айтып өтіп жатыр әріптестеріміз. Енді расымен бірінші топқа салыстырмалы түрде екінші топтың командалары сәл-пәл болса да жарқын ойын көрсетті деп айта аламын. Әсіресе қоғамдағы мәселелер, енді қоғам болғаннан кейін түрлі жағдайлар болады, соны кейбір командалар жақсы көрсетті. Әсіресе мынау кейбір қоғамдағы көре алмаушылықты да жақсы көрсете білді деп айта аламын мен толығымен. Барша командаларға рахмет, сәттілік тілеймін. Рахмет, және де бүгінгі ойын жайында Рүстем Мырза өзіңіз. Рахмет. Не айтсам екен деп отыр едім, мен не пікір айтам, мен неше жылдан бері не айтпай келе жатырмын командаларға, барлығын айтып келе жатырмын ғой. Қазір не айтам деп отырған кезде, міне тәкең өзі жақсы маған былайша айтқан кезде пас тастап берді. Міне көрдіңіздер ғой, үнемі айтатын, тек қана мына внутряк әзілдер, тек қана мына ішкі жайдарманның болмаса басқа әлемдік деңгейдегі КВН-де болып жатқан ситуациямен өздерін ғана түсініп, өздерін ғана айтып, өздерін ғана күлетін дүниені тақырып қылып ала бермеңдер. Өткенде ол өтсек, сол бір қазанда өзіміз ғана қайнай береміз. Енді мен бұл тәкеңді сырттың адамы деп отқан жоқпын. Дей тұрған мен жасап жатқан қызметті атқарып жатырған, жұмыс жасап жатқан саласы бөлек болғаннан кейін сырт көзге көрдіңіздер ғой, ненің байқалатын, ненің байқалмайтын. Сондықтан да қараңыздар, тақырып таңдаған кезде сәл ауқымырақ, басқаша да бір жақтарға шығып барып келіп көріңіздер басқа тақырыптарға. Сол айтарым. Рахмет. Қошеметтеріңіз болсын. Енді арнайы осы 5-1 командаға қазылар алқасы енді ұпай сандарын көрсете қойсаңыздар, жоғары ұпай 5 ұпай. Алғашы болып сәлемдесуді бастаған Қызылорда жастар құрамасына деген ұпай сандарыңыз. 3. Саяхатшы Дара Чынгент. 3. Бір үйдің балалары Байқоңыр. 4. Еркінабад құрамасы Түркістан облысы. 4. Орал Европолис. 4 ұпай. Қазылар алқасының ортақ ұпай сандарын атап кетсем. Қызылорда жастар құрамасы толық 3 ұпай. Саяхатшы Дара командасы 3,3 ұпай. Бір үйдің балалары 3,8 ұпай. Еркінабад құрамасы толық 4 ұпай. Және де Европолис командасы 4,3 ұпай. Келей жартылай финалға
бір үйдің балалары, Еркін Абат құрамасы және де Европолюс командалары өтеді. Құрметті барша телекөрермендер, осымен республикалық сірелі бірінші лига жайдарман сайыстарының екінші тобы өнер көрсетті. Үздіктері жартылай финалға жолдама алды. Тікелей жайдарман сайыстарына қолдау білдіріп жатырған барша жандарға, арнайлап Жас отан жастар қанатына, облыстық жастар ресурстық орталығына және де сыр үміті жастар қауымдастығына өз алғыстарымызды білдіреміз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Every night олар жайдарман ойнайды, олар басқаша ой.